Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Қалдарыңызда Айнұр Артықбайқызы. Мен бүгін дәрет үлгісін көрсететін боламын. Бірақ мынаның барлығын шешпеймін. Интернетте не үшін жоқ? Себебі біз дәрет алған кезде мынаның барлығын шешіп тастаймыз. Орамалды шешеміз, аяқтарымызды топқа дейін жуамыз деген сияқты. Мен осы киімнің сыртынан барынша сіздерге түсіндіріп көрсететін боламын. Ең бірінші дәрет алуға ниет етеміз. Бірінші сіз неңізді мынау іш дәретін аламыз, яғни ұятты жерімізді жуамыз, сол қолмен жуамыз. Сол қолмен бірақ қатты былшылдатып су қылып жууға болмайды. Жылы су, шым-шым сумен әйел адамдар жуу керек. Мұздай сумен жуып жүрмеңіздер, себебі ауырып қалуымыз мүмкін. Сол үшін шариғат бізде олай өзімізді зұлымдық жасауды бұйырмайды. Мұздай сумен, бұл намаз, мен осы дәреті мұздай сумен алатын болсам, Аллах тағала маған көмектеседі емес, Аллах тағала сақтансаң сақтаймын деген. Сол үшін обязательно шым-шым сумен, жылы сумен, сол қолмен астымызды жуамыз. Содан кейін жаңа ұятты жерімізді жуамыз. Содан кейін сухой нелер бар ғой, бумагамен немесе салфеткамен досуха сүртіп тастау керек. Одан кейін ниет етеміз. Егер де сіздің ваннаның ішінде унитаз бірге болатын болса, туалет болатын болса, екеуі бірге болатын болса, онда кірмей жатып ниет етеміз. Ішімізден бисмиллах, ниет еттім. Я Рабби, тахарат алуға ниет еттім. Тахарат деген ол намаздың дәреті. Түсініңіз ба? Ниет еттім, дәрет алуға ниет еттім, тахарат алуға ниет еттім. Бисмиллах деп, одан кейін есікті ашып ішіне кіріп дәрет аласыз. Ал егер де тек ванна болатын болса, туалет сыртта болатын болса, немесе унитаз бөлек болатын болса, немесе туалет далада болатын болса, ол кезде сіздер кіріп ішіне іштей ниет етеміз. Ниет еттім, я Рабби, тахарат алуға ниет еттім. Болды. Сенің разылығың үшін ниет еттім, я Рабби, тахарат алуға ниет еттім. Болды. Одан кейін әр мүшемізді жуған сайын бисмиллах деп жуып, ол біздің әрбір мүшеміздегі, әрбір бойымыздағы күнәлардың барлығының сол сумен ағып кетуіне септігін тигізеді екен. Енді ең бірінші, одан кейін осы видеоның астында сол дәрет алғаннан кейін оқылатын дұғалар, мен қазір сізге соларды оқып беремін. Видеоның астында міндетті түрде жазылып тұрады, жарай ма? Бұл дәрет сүннеттермен қоса алу үлгісі дейді. Так, бірінші іш дәретті аламыз, іш дәретті жаңа алдық. Одан кейін бисмиллах деп оң қолымызбен бастаймыз. Оң қолымызды мына жерге дейін жуып аламыз. Міне. Осылайынан. Бірінші қолымызды жуып аламыз. Егер сақина білезік болса, шешіп тастаймыз, немесе жылжытып арасына дәрет су тию керек. Одан кейін оң қолмен бастаймыз, су алып ауызға салып. Оң қолмен былайынан деп шаямызда түкіріп тастаймыз. Оң қолмен түкіріп тастаймыз. Оң қолмен түкіріп тастаймыз. Одан кейін мынау саусақпен арасын жуып салалау, ол да сүннет болып саналады. Бүйтіп жақсылап жуу, ол да сүннет болып табылады екен. Одан кейін ораза, егер де ораза айында болатын болса, қаттаны тамаққа дейін су алып баруға болмайды да. Ашында көп емес, кішкентай қылып деп тамаққа бүйтіп тілдің артына қарай кетіп қалмау керек. Ал егер де ораза емес кезде, толығымен аты шу жуу керек екен. Одан кейін су төгіп тастап салалау сүннет. Оразада тамағыңа қатты су алу. Сосын оразада тамағымызды, жаңа мен айтып өттім ғой, егер ораза емес кезінде прям мына жерге дейін су алып шығып, бүйтіп шайып, сөйтіп төгіп тастаймыз. Одан кейін оң қолмен су аламыз, сол қолмен шығарып тастаймыз дейді. Мұрынға. Оң қолмен дейміз да, егер де ораза емес болса кішкене деп алып, солғымен сіңгіріп тастаймыз. Бұны 3 рет істейміз. Ал егер де ораза кезде деп жатырмын. Ал егер де ораза емес кезде болса, мынау су мына жерге дейін бару керек. Ашиды ғой, су ашиды ғой, сол сүннет екен. Түсініңіз бе? Қатты барынша неміз негізінде гайморит деген бар ғой, аурулардан. Осы дәреттің, біздің дәрет алу үлгіміз көп осы аурулардан
арпа алып қалады, білесіз ба? Өйткені дәрет ол керемет қой негізінде. Мына сумен бүйтіп деп до конца бүйтіп шайыртып болса, мына жерден бәрін тазалап түседі ол. Оң қолмен, сол қолмен 3 рет істейміз. Түсіндік қой? Одан кейін бетті жуған кезде оң қолмен мысалы кейбір кезде қолымызда құман болып қалады. Сол қолмен аламыз да, оң қолмен былайынан жуып тастаймыз, или екі қолмен, мысалы ваннада болсаңыз, екі қолмен жусаңыз болады. Бет деген қай жер? Мына шаштың басталатын жерінен бастап, мынау құлақтың жұмсақ жағы бар ғой, мына жерінде жұмсақ жағы, сол жер, и мына жерінде екі бар ғой, осы жер бет болып саналады. Құр мына жер ғана емес, мына жердің барлығы, мына құлақтың жұмсақ жағы, мына жер, мына жерге дейін екі болып саналады. Бір инедей дәрет алатын кезде қалып кетпеу керек, тесік та, су тимеген жер қалмау керек. Бұлайынан біз осы аумен деген кезде қалай дейміз? Аумен дейміз ғой, сол кезде барлық жерге тема алақанымыз, сондай қалып осылай 3 рет жуамыз. Оң қолмен де жуса да болады 3 рет. Одан кейін шынтақтың асырып жуу керек. Суды құямыз, бисмиллах. Оң қолмен бастаймыз. Мына шынтақтан асырып жуу керек. Мына жерге ғана дейін емес. Бүйтіп мына жерде су алатын болсаң, Құдайдың құдіреті, бүйтіп су өзі барады мына жерге, бүйтіп өздеріңіз көресіздер ғой, дәрет алатын кезде. Мен соны иногда бір мән беріп қоямын, Алланың құдіреті ғой, соны біз жаратып қойған деймін да. Бүйтіп алып мына жерге дейін жуамыз. Бүйтіп алып сол қолмен мына жерге дейін жуамыз. Содан кейін оң қолды, сол қолды 3 реттен жуамыз. Одан кейін қолды сулап алып, осылайынан қолымызды бір сулап аламыз, сосын кейін басқа масих тартамыз. Басқа масих деген ол сипау деген сөз. Мына бұлайынан барамыз да, и артқа қарай қайтып келеміз. Түсіндік қой, міне. Бұлайынан барамыз да, и қайттан бүйтіп келеміз. Түсіндік қой, масих деген соны сөйтіп айтады. Мына жерге дейін, мына төменге дейін түсірсеңіз де болады, или мына жерге дейін де түсірсеңіз болады. Одан кейін қайттан деп түсіреміз төменге қарай. Бұны бір рет қана жасайды екенбіз. Одан кейін мынау артынан бүйту деген бар ғой, артынан бүйту деген. Оны қаласаңыз жасайсыз, қаламасаңыз өзіңіз білесіз. Бұны мынандай қолмен, мынамен бүйтіп бұлайынан емес, жартылай. Сол мынаны істеп боламыз ғой, мына масих тартқаннан кейін, сол су қолымызбен бұлайынан мына жерге дейін істесек болады. Бұлайынан емес бірақ. Содан кейін сұқ саусақпен құлақтың ішін жуамыз. Қолымызды бір сулабамыз, қатты былшылдатпау керек. Ауырып қалуымыз мүмкін. Жылы су болу керек сосын. Бір қолымызды сулап аламыз, бисмиллах деп. Сөйтіп мынау сұқ саусақпен саусағымызға бүйтіп құлағымызға тағамыз. Сөйтеміз де мынаумен негізінде мынау ішіндегі бар ғой, нелері, орындар тұр ғой, соны бүйтіп сүріп шығасыз. Түсіндік қой, міне. Өз саусақтың өз соны арнап қойған Аллах тағала ше. Сөйтеміз де мынаменен бүйтіп астынан төбе қарай бүйтіп жібереміз. Түсіндік қой, осылайынан бір рет қана істейді екенбіз. Одан кейін аяққа келдік. Аяққа келген кезде, мына қолды жуған кезде шынтақтардың арасымен бірге жуыңыздар, мына қалып кетпеу керек. Сосын одан кейін аяққа келген кезде оң аяқпен бастайды екенбіз. Сол қолымызбен оң аяқтың, мысалы мен оң аяғым, мына сұқ саусақтан бастаймыз, арасын жуып, бұлайынан жуып, осылайынан бастаймыз да. Кейін осылайынан барлық жерді жуып, мына тобық болса, тобықтан асып жуу керек аяқты. Түсіндік қой? Тобықтан асып. Мен жазда мен тізеге дейін алам, мен жаз болғаннан кейін. Жазда мен мына жерге дейін алам. Өйткені күн жылы ауырып қалмайсың, одан кейін сүннет. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан ғой, сахабалары, қалай біз ертең ажырата аласыз үмбетіңізді деген кезінде, менің үмбетім осы дәрет алған кезінде сүннеттің үстіне өздері жаңағы қосып бар ғой, мен елшілей бүйтіп пасаң дәрет сайын қосыла алу емес. Мысалы шынтаққа дейін болса, шынтақтан асырып жуасыз. Мысалы тобыққа дейін болса, тізеге дейін жуасыз деген сияқты да. Сондай нұр болып жанып тұрады, содан көрем деген. Сол мен жаңағы айттым, сол оң аяқтан бастайсыз, кейін сол аяқтан не қыласыз, жаңа шатасып кетті.
оң аяқтан бастайсыз, одан кейін сол аяқпен бітіресіз. 3 реттен жуасыз, жақсылап жуамыз. Одан кейін дәрет алып болғаннан кейін дәрет суды бір сүннет. Дәрет алып болғаннан кейін дәрет су бар ғой, соны оң бүйтіп алақанымызға құйып аламыз да деп жұтып жіберу, ол сүннет болып саналады екен. Бір рет қана. Енді сонымен дәрет алып болғаннан кейін кәлима айтамыз. Мен видеоның астына жазып қоямын міндетті түрде. Ашхаду алла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулуллах. Бұның мағынасы Аллах Тағаладан басқа тәңір жоқтығына, оның жалғыз әрі серігі жоқ екендігіне және Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның құлы әрі елшісі екеніне куәлік етемін. Бұл кәлима. Біз мұсылман екенімізге толықтай дәлел. Одан кейінгі дұға. Аллахумма ма жаални минат тәуабина ва жаални минал мутатахирина. Бұның мағынасы Аллахым мені тәубе еткендерден және таза болғандардан ет деген мағынаны білдіреді. Астына жазып қоямын. Дәрет алып болғаннан кейін осыны бір рет айтсаңыздар болады. Ішіңізден айтсаңыз болады. Одан кейін осы дұғаны етуіміз бізге жәннаттың 8 қақпасы ашылуына себепкер болады дейді. Әр дәрет алып болғаннан кейін. Иншаллах. Содан кейін мен жаңа ғана айттым. Дәрет алып болғаннан кейін бисмиллах деп ішімізден сөйтіп бисмиллах. Негізі әрбір істі жасаған кезінде бір не іштек де бисмиллах деп ішуіміз керек, істеуіміз керек әрбір ісімізді. Бұл дәретсіз біз Құранды ұстай алмаймыз, намаз оқи алмаймыз, Құранды оқи алмайды екенбіз. Және қажылықта да тауаф етілмейді дейді бұл дәретсіз. Әрдайым дәретті болу, бұл біздің ризығымызға септігін тигізе алады дейді. Дәрет тазалықтың кілті дәрет, дәреттің кілті намаз дейді. Сондай есімнен шығып тұр. Осындай. Сол үшін біз үнемі дәретте жүруіміз керек екен. Үнемі дәретте жүрген. Вдруг сіз Аллах Тағала кетеді, сөз дәретсіз кетсеңіз, мен соны қатты ойым деп. Дәретте болсам екен деп бір жерге шыққан кезде де дәретті алып стараться етеміз жүрген жерімізде. Сондықтан осы дәретті алу үлгісі мен сіздерге барынша көрсеттім. Менің каналым міндетті түрде тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, иншалла астына қойыңыздар. Инстаграм парақшамда менде жаңа профильге кірсеңіздер, Инстаграмның ссылкасы, соны басып қойсаңыздар, маған сұрақ қоя аласыздар. Содан кейін мен прямой эфирге шығамын. Инстаграмда күніге сағат 9:30, жарты сағат, 1 сағат отырамын. 9:30-дан бастап құптан намаздан кейін. Содан кейін сіздерге үлкен рахмет, Алла разы болсын. Бүгін Ақтаудан бір әйел келгеннен кейін мен подписчицам. Бұлай айтсам да апам десем де болады. 60-қа жақындап қалған, бірақ өте жас көрінеді. Сол кісі келіп, маған өзінің жаңағы сыйлығын ұсынып, Инстаграмнан көрсеңіздер болады. Өзінің сыйлығын ұсынып, мен көріп, екеуміз жақсы әңгімелесіп, сөйлесіп, сұрақтарын қойып сөйтіп кетті. Сіздерге мен бұл нені үшін айтатырмын? Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Маған жылы комментария, жылы лебіздеріңізді жазып, дұға тілектеріңіздің барлығы қабыл болсын. Әр үйде бақыт, береке, бірлік болсын. Қарыз кредиттен барлығынан құтылыңыздар. Бүкіл проблеманың шешімі ол түнде тұрып салауат айту. Жарты сағат немесе 1 сағат. Келесі кездескенше иншалла аман есен болайық.